Алты баланың тағдыры не болмақ? Наргизді мен тараза босандым. Наргиздің әкесінің атын, жөнін, кім екенін білмейсіз. Жоқ. Келесі бала Мүсіп. Мұсим деген баланы тудым. Жүрегіне плохо стало мне. Сосын үмітке өткіздім. Бесінші балаңыз Мұрат. Әкесін тоже білмеймін. Данияр, Ғалия. Ғалия, Мұрат сіздерде. Мүсілім мен Нағима қорғаншылық қамқоршылық бөлімінде. Наргиз белгісіз бе? 4 жылдан бері ізім ғайым жоғалған Жанарды көреміз тілшілері іздеп тапты. 3 баласын анасына қалдырып, бір ұл, бір қызын жетектеген әйелдің жоғалған тағы бір қызы бар екені белгілі болды. Хабар ошарсыз кетуін жол апатына ұшырап, есінен адасуымен түсіндірген Жанар жоғалған қызын өлілер қатарына қосқаны қашан. Ал әжейдің жүрегі жиеннің тірі екендігін сезет. 6 рет ана атанып балаларын тастанды еткен Жанардың жанарындағы мұңы не? Ақмарал мен Жанардың қандай байланысы бар? Жоғалған Наргиз қайда? Сұрақтарға тоқталмас бұрын алдымен кешегі эфирді шолып шығайық. Бүкіл баланың фамилиясы мен күйеуімнің фамилиясында. Отызда деген жоқ. 6 жиенінің тегін білмейтін әжей қызының қайда екенінен де хабарсыз. Жанар Дүйсен қызының тұрғылықты мекен жайы вокзал маңында орналасқандықтан келіншекті іздеуді теміржол бекетінен бастадық. Бір қызығы жоғалған Жанарды бұл мекен жайдағы тұрғындар Мадина лақап атымен танитындары белгілі болды. Елді іздеп жүрердік. Танисыздар ма? Көргенсіздер ма? Иә, осы жерде жүргеніміз ғой. Жанар, Ақмарал. Иә. Қай жерден көріп едіңіздер? Осы жерлерде жүреді, ары бері өтіп жүреді. Осы жерде жұмыс істей ме әлде қалай? Білмеймін, осы жерде жүреді. Соңғы рет қашан көріп едіңіз? Жанар Біраз көрдіңіз болды. бе? Жанар. Біраз? Мен көргенде. Осы жерден жүреді, ары бері. Ештеңе демей ма, жай жүре ма күнде? Иә. Қанша рет қашан көрдіңіз соңғы рет? Сен көрдің ба дейсің? 2-3 күн болды. 2-3 күн бұрын көрдіңіз ба? Иә. По-моему, 2-3 күн ба. Ана осында әйел танымайсыз ба? Екеуін де танып, осы жерде жүретін. Танисыз ба? Мадина. Мадина? Аты Мадина ма? Аты Мадина. Не жұмыс жасайды? Ну, осында жұмыс жасайды. Не болып жұмыс жасайды? Ну, этот не ғой? Мако қараш. А? В общем, осында қыздар бар ғой? Бұл тоже сондай. Жанардың тұрғылықты мекен жайына ертесіне қайта барғанымызда күтпеген жерден сәбиін қолтықтаған әйел алдымыздан шықты. Касекеде Абай ауылының көшесінде 17. Қазір мен де қайнапамен тұрдым. Қанша балаңыз бар каспаңыз? Касека. Вообще қанша балаңыз бар? Вообще 6. Қай жерде енді? Жағдайым болмайды, тастап кеткен. 3 баласын анасына қалдырып, 4 жылға ізім ғайым жоғалған әйел көреміз студиясында анасымен табысты. Қазір қараңызшы, анаңыз отыр студияда. Амандасасыз ба барып? Иә. Біз күштемейік, өзіңіздің еркіңіз болса амандасыңыз. Әкпеңізді. Наргиз қазір қайда? Ақтөбеде. Көзі тірі. Жоғалып кетуін осыдан 10 жыл бұрын көлік апатына ұшырауымен байланыстырған Жанар бір кездері өзінің кім екенін де ұмытқанын жеткізді. Түрлі лақап аттармен күн кешкен әйел әлде біреулердің мәжбүрлегенін жасырмады. Айша болдым, Дина болдым, Динара болдым, Жансая болдым. Бұның барлығы не үшін? Неге атыңызды жиі ауыстырдыңыз? Маған сөйтіп ауыстырдыңыз да? Демек қазір Ақмаралдың қол астында сексуалды құлдықтасыз ба? Иә. Еркіңізден тыс. Документтерімді алып қойды, балдарым екеуі екі жақ астап отыр. Ал Жанардың Алматыдағы мектеп интернатында оқитын 3-ші ұлы Мүсілім 2 жыл бойы бөгде әйел мен нашақор еркектің жанында тұрғаны белгілі болды. 8 жасар Мүсілімді ешқандай туыстық қарым-қатынасы жоқ әйелдің жанына ерте жіберген мектеп басшылығының да заңсыз әрекеттері мен бала өміріне немқұрайлы қарағандары бағдарлама барысында әшкере болды. Мектеп интернатынан Мүсілімді сенбі күні, жексенбі күні демалысқа Ақмаралдың алып кеткен кез болды ма? Болды. Жалғыз өзі? Болды. Қанша рет болды? Мен жұмысқа жіберген кезде болды өзі. Сіздер жіберіп. Болған екен ғой. Болған екен ол кезде кім Жанар мен танып отырсың ба? Иә, таныдым. Танып отырсың, иә. Жақсы. Болған екен ғой, рас па? Сол кезде кім Езира айтты ғой, үнемі қол хатында тұр, өзіңнің қолың жазғансың. Біз сол кезде үнемі өзі алып кетті. Бізде тәрбиешілер бар ғой. Жақсы, қол хат қой ол. Ол сенім хат емес. Жоқ, қол хатында. Ол жерде заң тұрғысында құжат емес ол. Бағанан бері жоқ. сізге шан жуытпадық біз.
Нотариус арқылы жазғаныңызға көп болған жоқ. Көп болған жоқ. Ал жалпы қолхаттың жазылғанына қанша уақыт болды? Сол апарған кезден бастап. Қай кезден апарам? 1 жыл бұрын ба? 2021 жылдан бастап. 21 жылдан бастап. 2 жыл болды. 2 жыл бойы баланы демек анасы емес өзге біреу Қолхатпен алып кетіп отыр. Иә. Заңға сай ма бұл? Заңға сай емес әрине. Жоқ, заңға сай ма сай емес пе? Сай емес. Болды. Құлдықтың құрбаны болған Жанар мен 6 баланың тағдыры не болмақ? Жанардың жақынына айналған Ақмарал қайда жүр? Бүгін көреміз. Көреміз тілшілері осы істі басқасына алғаннан соң Ақмаралды кезіктірдік. Ақмаралдан біз Жанардың құжатын һәм телефонын алдық. Данияр туралы бізге айтқан едіңіз. Данияр деген жасы 15-те екінші құрсағыңыз. Экранға әзер салайықшы. Жанар сай ол кісі 1 ай болды. Мен қайтадан келіп оқыдым ғой, өйткені. Сосын оқығаннан кейін 2 қабат болып қалдым тағы. Даниярыма 2 қабат болып қалдым. Жасыңыз қанша болды? 17 уже болды. Қалай екенсіз түсіндіңіз? 17-ден астық уже. Түсінде бастамын. Туға бердім, туам деп шештім. Енді бірінші жанарындай жағдай болса, мен туға мүмкіндігім болмайды. Врачтан өзі айтты, сен қайда өйтіп жаза берсің, туғамай қаласың вообще. Бедеу қаласың. Өмірін алды ғой, күйеуге шықсын, баласыз болып қаласың. Асхатқа айттыңыз ба? Айттым. Айттым, тыңдамады. Не деді? Ерте бізге қосыла алмаймыз, ерте. Мен оқуымды да өткен жоқпын деп. Содан келмеген, Жанарысқа да келмеді, Алматыға да келген жоқ. Демек, Даниярдың әкесін сіз танып біліп отырсыз, Иә. Есімі Асхат па? Иә. Баласы бар екенін біледі ғой? Білдегенде қашты ғой, қалат кезінде. Руслан мырза, Демек, білді. дәрігерлер айтыпты, бұлай жасай берсең көтере алмай қаласың депті. Демек, бұған дейінде түсіктер болды ма? Түсіктер болған сияқты. Жоқ, түсікте болған жоқ, мен тексерініп тұрдым. Жанар ханым, біздің тілшілерге берген ақпаратыңызға сай, сіз айтыпсыз. 2 рет түсік жасаттым деп, рас па? Иә. Одан кейін жасатпадыңыз. Жоқ. Одан кейін Бірінші бала белгісіз, екінші бала Данияр. Әкесі? Асхат. Одан кейін үшінші қыз Наргиз. Иә. Наргиздің қайда екенін білмейсіз. Мен жаңа айттым оны, ол жағдайды. Мен жаңа Ақтөбеде тау етегінде квартирада тұрдым. Айтты ғой. Енді бір сұрақ осы жерде. Сіз қараңызшы, тау етегінде квартирада тұрғаныңызды білесіз, Иә. Қазіргі уақытта соны тауып бара аласыз ба сол Мен жерде? соны таба алмадым өзімде. Жоқ, қазір ойыңызға түсе ма егер барсаңыз? Жоқ, мен ойыма түскенде тек мен тау етегінде тұрғанды, мен барғанды, ешқандай есімде жоқ. Жақсы, толығырақ тілшілерге берген екен ақпарат. Экранға зер салайықшы. Наргиз жайында. Ауыр. Наргизді мен Таразда босандым. Ол кезде қанша болды? Ол кезде Ақтөбеге кетпес. 20 жастам. Оның әкесі жоқ. Мен жоқ екенін түсіндім ғой. Кімнен? Қалай? Тоже өйстіп жүріп де қатып қалдым. Яғни Таразда осыпен анасының. Анасы жоқ, танысып бір кісімен қатып қалдым да. Нақты білесіз ба кім екенін? Нақты білмеймін. Зорлап кетті ма сізді? Сонымен Наргиздің әкесінің нақты кім екенін білмейсіз. Иә. Жақсы. Ішімдік ішесіз ба сіз? Пішпеймін. Наргиздің әкесінің атын, жөнін, кім екенін білмейсіз. Жоқ. Келесі бала Мүслім. Мүслім жайлы да ақпарат берген. Экранға зер салайық. Қайтқан жоқ, мен Ақтөбеде жұмыс істеп жүрдім. Мүслім деген баланы тудым. Туғаннан кейін нәңкі жаладық, нәңкі қарады. Сосын жүрегіне плохо стало у него. Сосын мен үмітке өткіздім. Жүрегін операция жасағанша. Операциясын жасады. 8 жылдай почти болып қалды. Алдым.
алғанда ол қағаз көп жинау керек қой. Жана мен білмеймін ондай нәрселерді. Жана жинап көмектескен адам болды, жана Жекешева Ғалия. Жинап көмектесті. Документация қайт жинаған білмеймін. Қандай сөз бір айдың ішінде алып берді. Комиссия келді, қарады, тұратын жермен. Жанар ханым, жүрегіне ота жасаттым дедіңіз. Наргиздің ба? Жоқ, Мүслим. Мүслим бе? Мүслимнің де жүрегінде ақау бар ма еді? Парук па? Пауық сердце, Парук сердце. туған пауық сердце болды. Байлап жүрдіңіз ба сонда шыңызды? А? Байлап жүрдіңіз ба? Жоқ. Балада. Мүслимді көрмегеніңізге қанша уақыт болды? Мүслимді қазір ма? Иә. Қазір көрмегеніме 4-5 күн болды. 4-5 күн болды, иә. Ал Даниярды көрмегеніңізге қанша болды? Даниярды 19. 2020-дан бастап көрген жоқпын. Одан кейін Ғалия ғой. Иә. Ғалия туралы да тілшілерге ақпарат берген екен, экранға зер салайық. 4-ші år Ғалия болды. Жоқ, ол кезде біздің қолымызда болды, кішкентай 3 жасқа дейін мен өзім бақтым ғой. Ғалия болды. Енді төсекте жатып, мен шыңғырып жатым, бала шығып жатты, үйітіп қойдым ғой өтші. Оны әкесін білесіз ба, Ғалияның? Жоқ, білмеймін. Мен жұмыс істеп жүрдім ғой. Ғалияны босанған кезде сіз Ақмаралға қызметкері болдыңыз, иә? Жоқ, маған емес, Жекешева. Басқа. Кімге? Жекешева. Ол кім? Ол қай қалада? Ақтөбе. Ақтөбеде басқа адам. Ақтөбеде болған оқиға ғой бұл, иә? Иә. Демек, Ғалияның әкесін сұраудың өзі ұят болып тұрмаған. 5-ші балаңыз Мұрат. Мұрат жайлы да ақпарат берген екенсіз, экранға зер салайық. Мұратты неде тұрдым? Таразда тұрдым, Жанатаста тұрдым. Оны әкесін білесіз ба? Әкесін тоже білмеймін. Бәрі сондайдан пайда болған ғой. Жеңіл жүрістен пайда болған бала. Бұл енді сол осынша уақыт. Мұратты да осындай жолмен таптыңыз ба? Конечно. Әрине. Иә. Нағиманы тұрмыс құрып, азаматтық болсын тұрмыс құрып, сезіммен босандыңыз ба? Сезіммен босандым, бірақ онда қамалды, туғанымды, бірақ тудым. 6 бауырдың басы біріге ме? Ізім ғайым жоғалған Наргиз қайда? Шағын жарнамадан соң білеміз. Тастанды 3 баланы баққан Әлия апаның мақсат мұраты жиендерінің басын қосу. Хабарсыз кеткен әйелдің 8 жасар Мүслім есімді ұлы Алматыдағы мектеп-интернаттың 2-ші сынып оқушысы екендігі белгілі болды. Осыдан 2 ай бұрын 6-шы баласын босанған Жанар Дүйсенқызы жол апатына ұшырап, Наргиз есімді 2-ші қызын жоғалтып алғанын жеткізді. Көреміз, тілшілері Наргизді қайдан тапты? Ол анасымен қауыша ала ма? Жақындарымен байланысын үзген Жанары мен 6 баланың ендігі тағдыры не болмақ? Көреміз. Ендігі өміріңіз не болады, елестеттіңіз ба? Өзіңізді енді міне жасыңызда кеп қалды ғой, кішкентай қыз емессіз. Балаларыңыз есейіп қалды. Енді өзгергіңіз келе ме? Өзгергім келеді, Қандай шешім қабылдап отырсыз, айтыңызшы. Қараңыз, міне. өзгергім келеді, өзгергім келген болғасын, осы кісіге келіп не отырмын ғой, мен келгім келмейтін болса, бұл кісіге қажет жоқ, маған көмектеңіз қажет жоқ деп мен қайталатын едім. Жоқ, мәселе өзінде болып тұр, 1000 жерден орталыққа апарсында адамның өзінің санасына байланысты. Дайын. Енді өзгерісті бүгіннен бастайық, Жанар. Мен дайынмын. Өзгерісті шындықтан бастайық, Иә. Сіздің 6 балаңыз бар, анасыз. Иә. Енді балаларыңызға қандай аналық мейірім бердіңіз деп сұрақ қойғым келмейді. Өйткені ешқандай мейірім бермегеніңіз көзге оттай басылып тұр. Сіздің қандай жағымсыз қасиеттеріңіз бар? Темекі шегесіз бе? Шекпеймін. Өйткені сіз дірілдеп отырсыз. Темекі шекпеймін, арақ ішпеймін, наркоман. Сіз біздің қонақ үйде қателеспесем жатқаныңызға 1 апта болды. Иә, 1 апта көлемінде біз сізді қоректендірдік, бірақ өзіміз куәміз, ешқандай ішімдік болмағанына, темекі шегілмегеніне, мүмкін соның әсері ме деп мен қорқып отырмын. Жоқ. Әлде расымен эпилепсия ма? Расымен эпилепсия менде. Оны кім қойды сізге? Мен Ақтөбеде 2 рет құрадым, тілімді жұтып қоя жатырмын вокзалында. Қасықпен мен алып, тілімді қасықпен не қағып алып
қалды. Алып қалды. Сосын сіз дәрігерлерге шағымдандыңыз да, және сізде эпилепсия деп Тұратыны дәрігерге шағымдады. Дәрі-дәрмектер Жеке жазды ма? Ғали апады. Дәрі-дәрмектер жазып берді ма? Дәрі-дәрмектер жазып берді, бірақ ішкен жоқ мен. Неге? Өйткені Қазір енді сұрайық та. ішкен жоқ, өйткені маған ол кезде ой ішпей қой деп маған сөйтіп ішкізбеген жоқ. Алатында ақшам болған жоқ өзім менде. Сіз айтып қалдыңыз, мен өзгеруді қалаймын, содан кейін көремізге келдім деп. Иә. Қандай өмірді қалайсыз, айтыңызшы, қалай елестедіңіз өміріңізді? Қорықпаңыз, айтыңыз. Бір армандап көрейікші, қиялдап Өзгере көрейік. аласыз ба? Сіз қараңыз. Аурудан ауру қалады, әдет қалмайды деген сөз бар қазақта. Жақсы, енді біз мүмкіндік берейікші. Бойына әдет болып қалған шығар. Жоқ, әдет емес шығар ол. Арылуға болады. Мен өзгере алмаймын дегенге сенбеймін. Егер өзіңіз қаласаңыз, 6 баланы ойласаңыз, өзгеруге болады. Біз жәрдемдесейік. Ал енді айтыңыз, қиялдап көрейікші, қалай өзгергіңіз келеді? Өзгергім келеді. Мен жұмысқа тұрып, бала-шағамды жинап қасыма. Мүмкін болса, әке-шешем қасына тұрсақ, әке-шешем қасына қайтып. Қайтып барғыңыз келе ме әке-шешеңіздің қасына? Иә. Қараңыз, Данияр қазір нағашы апасының қолында. Ғалия да қолында. Сосын кім? Ау, Мұрат қолында, иә? Қайда Мүслім? Милицияға жаңған кезде оны алып кетті. Нағима? Жаңа тоже милицияға келген кезде алып кетті. Демек, Мүслім мен Нағима қорғаншылық, қамқоршылық бөлімінде. Мұрат сіздерде ғой? Сізде Данияр, Ғалия, Мұрат сіздерде. Мүслім мен Нағима қорғаншылық, қамқоршылық бөлімінде. Наргиз? Ақтөбеде. Сіздердің қарамақтарыңызда Мүслім мен Нағима. Олар қазіргі таңда осы Алматы қаласы өмірлік қиын жағдайда балаларды қолдау орталығында Муслим Сояқта, ал Нағима Үміт Домолиткада қазіргі таңда. Қазіргі таңда енді Жанарға қандай қауіп төніп тұр? Бұл кісі енді заң талаптарына сәйкес ата-аналық міндетін тиісінше орындамай отыр, біріншіден. Туған қызының тастанды балаларына қамқор болған қарт ана көремізден көмек сұрайды. Жамбылдық Ғалия апаның айтуынша, перзенттерін қараусыз қалдырған қыз үшін туғандарынан бас тарту қиын емес. Ол қызын анасына тастап, бас ауған жаққа қашқан Жанар мен 6 баланың тағдыры не болмақ? Із-түзсіз жоғалған 6 баланың анасы көреміздің студиясында бар шындығымен бөліспек. Біз жалғастырамыз. Қазіргі уақытта Жанардың 2 баласы Мүслім мен Нағима Тараз қаласына қарасты қорғаншылық және қамқоршылық бөлімнің қарауында. Сонымен балалардың жай күйін білу үшін студияға бөлім маманы Жеңіс Ерболұлын шақырамын. Жеңіс мырза, қош келдіңіз. Амансыз ба, жайғасыңыз? Жеңіс мырза, Әлия апа қамқоршылық бөліміне қашан жүгінді? Және сіздер осы уақыт аралығында қандай жұмыс атқардыңыздар? Жалпы 2020 жылы Әлия апа бізге кеп жүгінген, осы Данияр мен Ғалияны қамқоршылық алу туралы. Қамқоршылық алу үшін бірінші негіз болу керек. Бұл кісі Сарысу полиция бөліміне талап арызбен жүгінгеннен кейін ояқтан розыск жарияланды. Біз одан кейін 2020 жылы қазан айында қамқоршы болып осы кісіні белгіледік. Арада 2 жыл өткеннен кейін сот шешімімен хабар-ошарсыз деп танылды Жанар. Сағындығы Жанар сот шешімімен хабар-ошарсыз деп танылды. Танылғаннан кейін арада 8-9 ай уақыт өткеннен кейін Үміт бөбектер үйінен бізге хабарлама келіп түсті. Кабинетке толмаған 2019 жылы туылған Мұрат есімді бала сол орталықта 19-дан бастап тәрбиеленіп жатқандығы анықталды. Мен бұл жағдайды апаға айттым. Апалар 1 апта ойланды, 1 аптадан кейін аламыз деп шешті. Сөйтіп, осы 2022 жылдың 1 желтоқсан күні біз қамқоршы қылып ол кісіні тағайындадық. Баланы жаңағы Үміттер үйінен алды. Арада енді қазір жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз балаларға мемлекет тарапынан жәрдемақылар төленеді. Мен бұл кісіні консультация бердім, зейнетақы төлеу орталығына жібердім. Бұл кісі сояққа өтініш тастаған. Өтініш тастаған кезде осы кісі Жанар
2022 жылы 15 қарашада тағы бір сәби дүниеге әкелгендігі анықталды сол орталық арқылы. Бұл уақытқа дейін жалпы апа бізге айтқан жоқ, бұл кісінің 6 баласы бар екендігін. Мен екеуісін ғана білдік. Одан кейін біз жаңағы Сарысу аудандық ЗАГС дейді ғой, АХЖ бөлімі бұл кісіні тексерттік. Қазақстан бойынша единый база. Бұл кісінің 6 баласы бар екені анықталды. Бізде қазір 3-еусі болды, 3-еусін табу керек болды. 3-еусін біз іздедік. Жаңағы орталыққа бұл кісі туған кезде, өтініш тастаған кезде телефон номер көрсетіледі. Телефон номері көрсетілген кезде Ақмарал деген кісімен байланыстым. Ол кісі сол квартирада тұрам, менен бір күн бұрын шығып кетті деді. Бірақ енді мен сұрадым, қай маңайға кетті дедім, Байсерке деген. Мен Байсеркені интернет арқылы іздедім. Іле ауданына қарайды екен. Іле ауданына жаңағы қорғаншылық қамқоршылық органына рахмет. Сол кісі білім беру ұйымдарында НОБД деген база бар. Сол арқылы Нүсіпбаев атындағы мектеп интернатында оқып жатқандығы анықталды 2021-22. Ол Мүслім, аха. Мен сол Алматы облысы білім басқармасына хабарласып, бұл кісілердің телефон номерін алдым, сөйлестім. Бұл кісілер анасы 2021 жылы 42 айында орналастырған екен. Мен жаңағы енді Ақмарал деген кісі, сол кісі алып келіп жүрді, туысқан әпкесі деді. Кім айтты сізге оны? Оны мектеп әкімшілігімен сөйлестім. Мектеп әкімшілігі баланы Ақмарал деген әйел алып кетіп жүр деді ғой. Бірге, анасымен бірге алып кетіп. Бірге ме, әлде бөлек пе? Бірге, жұма күні алып кетеді, жексенбі күні алып кетіп тастайды деді. Қолхаттарын жіберді. Бірақ анасы бізге, қазір сіздің сөзіңізді өлейін, анасы бізге Ақмаралдың да алып кеткен кезі болды деді. Міне, сенбесеңіз өзіңіз сұраңыз. Жаңа айтып отырып сосын айтайын, сосын сіздердің сұрақтарыңыз жоқ. Қазір ұмытып қалдым. Одан кейін біз мектеп әкімшілігімен байланысып отырып, телефон номерді алғанда мен контактымнан Ақмаралдың номері шықты. Мен ол кісіге звондадым. Сонымен ол кісі өзі аратор екен, сөз былай сөйледі, олай сөйледі. Ақыры бұл кісімен мені байланыстырды. Мен бұл кісіге біраз сұрақ қойдым, бұл кісі маған жауап бермеді. Мен мақсатым бұл кісіні өзіміздің Жаңатас қаласына алдырып, балалармен қауыштыру болды. Не балаларды өзімен алып кету керек, болмаса ары қарай апаға тәрбиесін беру үшін бұл кісінің келісімі керек болды. Бұл кісімен сөйлестім. Бұл кісі жаңағы бала соңғы Наргизді, Нагиманы босанғаннан кейін 40 күндігінен 26 желтоқсан күні болады. 30-на қарай, жаңа жылға қарай Жамбыл облысы Сарысу ауданына Жаңатас қаласына келем деді. Біз күттік, күтпегеннен кейін сол арада апа звондады, мен хабарласпады дедім. Бұл кісі осы сіздердің бағдарламаларыңызға жүгініпті. Жүгінгеннен кейін осы сіздердің тілшілеріңізбен сөйлестік. Бұл кісі сол Ақмаралдың қандай екенін анықтадық, кім екенін білдік. Біз бірақ сразу бұл кісілер жаңа Түрксіб ауданы полиция бөлімімен қамқоршылық қорғаншылық органдарына хабарлады. 10 қаңтар күні 2 балаға атабрания жасады. Атабрания жасағаннан кейін заң бойынша 7 күннің ішінде біз ата-аналықтан айыру бойынша сотқа талап арыз беруіміз керек. Біз сол 13 қаңтар күні осы Алматы қаласы кәмелетке толмаған істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына талап арыз тастадық. Қазіргі таңда материалдар сол кісілердің құзырында. Бірақ мен бұл кісімен Наргизді сұраған кезде, Наргиз мамасына да қайтыс болып кеткен деген айтты. Бірақ біз жаңа аудандық АХЖ бөлімі арқылы тексерген кезде, жаңа қайтыс болу тізімін тексерген кезде ол жерден шықпады. Кейіннен тағы ақпараттар келді. Бұл кісі Ақтөбе қаласына баратқан кезде пойыздың ішінде семья бір отбасымен танысқан, солардың 3 бөлмелі временкасында тұрған. Бұл кісі кейін қайттан Алматыға кеткен. Сол кезде сол балалар сол жерге тастап кеткендігін. Жеңіс мырза, қазір сіздердің қарамақтарыңызда Мүслім мен Нағима. Олар қазіргі таңда осы Алматы қаласы өмірлік қиын жағдайда балаларды қолдау орталығында Мүслім Сойықта, ал Нағима Үміт Домалюткада қазіргі таңда. Қазіргі таңда енді жанарға қандай қауіп төніп тұр? Біз енді burada балалардың құқығын қорғаймыз ғой. Дұрыс, оны түсініп отырмыз. Бұл кісі енді заң талаптарына сәйкес ата-аналық міндетін тиісінше орындамай отыр. Біріншіден бұл үлкен мәселе енді. Бұл кісіге енді қауіп төнгенде енді жалпы бұл кісінің мамасы бұл кісінің өзі елге қайтарғысы келеді, балаларды өзіне бергісі келеді, бірақ бұл кісінің ойы қандай екенін мен білмедім. Бірақ алдағы уақытта ата-аналық құқығынан айыру бойынша оны сот отырысы шешеді. Ол сол кезде анықталады. Жанар, салмақты түсініп отырсыз ба? Сіз егер сот шешсе, ата-ана құқығынан айырылуыңыз бек мүмкін. Оған және негізде бар.
бірден 5 баласынан айырылады, иә сонда? Ата-аналық. Аха, 5 баласынан. Бірақ қазір енді біз бүгінгі таңда осы Ақтөбе облысына мен білім басқармасымен сөйлескенмін бұның алдында. Жаңағы кім? Наргиз бойынша. Оларға енді біз қазір білім беру саласында НОБОД деген база бар, сол арқылы табуға болады қай мектепте оқитын. Енді осы не бағдарламадан шыққаннан кейін біз сояққа хат жібереміз Ақтөбе облыс білім басқармасына. Ол қызын тірі жетім еткен Жанар ата-аналық құқықтан айырылама. Анасына өкпелі балалардың айтар шындығы қандай? Шағын жарнамадан соң білеміз. Не дейсіз енді қызыңызға? Мен айтам, ол басында істеген тірлікті ол қоймайды. Жанар тұра қойшы, бара қойшы, әкпең шақырып жатыр сені. Қорқып тұр ғой. Адам осыдан басталсын. Ол оңын да білген жоқ, солын да білген жоқ. От басты, бітті, бірақ жіберген қателік сізде. Көп балалы ана ата-аналық құқықтан айырылуы мүмкін. Ұлын ұяға, қызын қияға қондырар шағында өзге еркектермен көңіл жарастырып, 6 баланы дүниеге әкелген Жанар Дүйсен қызының бүгінде кіммен көңіл қосқаны белгісіз. Көкек әйелдің 70-ке таяған анасы қызының тастанды балаларын бағуда. Жанар мен 6 баланың ендігі тағдыры не болмақ? Көреміз. Жанардың біз ойын білдік. Мен айыпты болдым, қазір өмірге басқаша қараймын, жұмыс іздеймін. Ең бастысы ата-анамның қасына барып, балалармен бірге тұрсам деймін дейді. Апа, естідіңіз ғой? Не дейсіз енді қызыңызға? Мен айтам, ол басында істеген тірлікті ол қоймайды. Мен баланы босандырдым, туғыздым. 5 ай, 6 ай Жанарды әдемелеп бағам. Мәмет, қой мен жақсылап сөзбен де жеткіземін. Мен баланы ұрмаймын, только сөзбен жеткіземін. Сөзбен жеткізем. Жұмысқа кеткенде үстінде болады. Мен айтам. Апа, қызыңызға неге сенгіңіз келмейді? Сенгім келмейді. Енді жетінші бала сыймай ма сонда? 6 бала сыйған жерге 7-ші бала сыймай ма? Сияды ғой, мамам просто ашылықпен айтып отыр ғой. Апа, қараңыз. Енді өмірге шыретіп алып келген өзіңіз және 13 жасында от басқан екен. Қазір біз ол мәселені қозғап та жатқан жоқпыз. Бұл жерде сіздің де айыбыңыз бар. Иә, өйткені 13-тегі қыз ол деген енді дер кезінде қолға алуыңыз керек. ерсілі қарсылы ғой. Сіз білмеді, міне, сіздің білмегеніңіз айыбыңыз осы. Мәселе қазіргі әрекетінде қараңғылықты қарғай бермей, әлсіз болсын, шам жағайық. Әже, мен сізге айтып жатырмын. Және біз Жанарды сізге ысырып қоймаймыз, жұмыс істейміз. Психолог бар, заңгер бар, жұмыс тауып береміз. Алайда ананың сіздің аял алақанға ешкім жетпейді, еш нәрсе алмастыра алмайды. Сіз бар, бауыры бар, әкесінің көзі тұр дедіңіз. Әкесі бар, барлығыңыз жан жақтан көмек берсеңіз, Жанар осы қапастан аман есен шығады. Жанар тұра қойшы, бара қойшы, әкпең шақырып жатыр сені. Қорқып тұр ғой. Адам осыдан басталсын. Руслан, бір мынаны айтайықшы, неғысаң, рұқсат берсең, бұл кісіні да түсінуге болады. Әлбетте болады. Иә, бірақ дегенменен де сіз анасыз ғой, мысалы да, ол мана айтып жатыр ғой, мына жерде мамандардың бәрі кінәні басқадан іздеме деп. Сіз қызыңыздан ана 13 жас деген не ол? Ол оңын да білген жоқ, солын да білген жоқ. От басты, бітті, бірақ жіберген қателік сізде. Біз негізінде балаға ана айтады ғой, ұяда не көрсең, ұшқанда соны аласың дейді. Жақсыға үйретсең, жақсыға, жаманға үйретсең, жаманға кетеді. Кетті қателік, бірақ сол қателікті сіз тағы жібермеңіз. Қазір осындай қиналы бұл. Қазір сіз бұған қол ұшын беріп, жарай шырағым, өткеннің бәрін ұмыт, мына алға, мына 6 бала деген біреу тырнаққа зар болып жүр ғой. Ана баланың жаңағы сөзіне менің жылағым келді. Мен намыстанамын, шешеңді осындай деп айтқан деді. Сіздер соны жібермей, сол өсіп келетқан жаңа балам деп отырсыз. Сол баланың жүзі жарық болу үшін сіз мына қызды қолыңызға алуыңыз керек. Бірінші, екінші мен айтайын деп отқаным жаңа сотқа берді деді ғой. Ол сот қаралады. Ол бірақ ата-аналық құқықтан бірденен оны не қылмайды, бұзып тастамайды. Мына кісінің шектеу ана қою мүмкін. Иә, күмәні сейілу үшін
бірінші қабатта соны шектеу қойғызу керек, содан кейін жұмыс жасау керек. Мынаның есіне, Алла есіне түссін, балаларыңа еге болып, әке шешеңнің көз тірі кезінде есіңді жинап ал. Сен бері қара, мен сағанда кешір, қатты айтты деме, енді мыналардың ішінде ересегі болғаннан кейін үлкені болғасын, мен саған ана айтады, не дейді, жанашитын кісі дейді, жаңа жылатып айтады, дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады дейді. Саған айтатын кісі болмаған, жаңа маман айтты, сенің өзіңнің еркің өзіңде болмағандықтан, кішкене өзіңнің кінәратың болғандықтан, саған кім жақсы сөйлеп, ой, керемет, сені ана ер кісілер жақсы көреді десе, сен соны Құдай ұрып, солай кеткенсің, міне. Енді бірақ, саған сенің бағың бар екен, қандай алтындай ұлдарың бар, алтындай қыздарың бар, не деген керемет, соның бәрін далаға лақтырмай, міне, осы күнге дейін жеткізіп отқан анаң бар, бауырың бар, әкең бар. Сен естіп отырсың ба? Түсініп отырсың ба? Сен қателігіңді мойындап отырсың ба? Біздің ең бірінші қасиетіміз, жіберген қателігімізді мойындай алсақ, біз онда бізден адами қасиет пайда болады. Ал сен оны мойындай алмасаң, онда ол жаңағы мамаңның айтқаны сенен ештеңе шықпайды. Жақсы, Айбаршан ханым, рахмет. Жанар, өзгерем дедіңіз. Алдап кетпейсіз ғой? Жоқ. Жаңа сарапшылар ауру қалса да әдет қалмайды дейді. Әдетіңізге қайта баспайсыз ғой? Жоқ. 6 баланы бауырыңызға басып, анаңыздың шаңырағында жұмысқа орналасып, бақытты баянды күн кешесіз ғой? Біздің мамандармен жұмыс істеуге дайынсыз ғой? Апа, сіздің әуелдегі мақсатыңыз қызыңыздың туып тастап кеткен балалардың басын қосу болатын. Аллаға шүкір, барлығының басы қосылды. Иә? Мақсатыңызға жеттіңіз. Және 13 жасында қандай қыз еді, Жанар? Қазір де сондай қыз сіз үшін. Иә? Саны ауысқанымен сапасы осы қыз. Ары қарай тәрбиеге салатын, жөнге түзейтін сіз. Біз қанша психолог мамандары сөйлесін, Айбарша ханым қанша мотивация берсін, оның барлығы бестейін, егер сіз жылулық бере алмасаңыз. Мейірім беріңіз. Әлі де кеш емес, 35-те, Жанар. Қазір енді жылулықты осы кезден бастайықшы. Таяғыңызды мына жаққа қойып құшақтай аласыз ба қызыңызды? Ай, мен шынымды айтайын. Қаншалық қауқар бар бұл кісінің уже? Қартайған, денсаулығы да жоқ. Мен өзім негізінде балаға соқпын. Негізінде өзімнің кішкентайынан алғашқы ұлымды, қайтыс болған ұлымды да балаға соқпын. Күйеуім кішкен бәрін. Ана Мұрат кімді біледі ғой? Алып келген баламды деудамға барған кезде жылады. Сол кезде мен өз-өзіме әшейін бесе салдым, қоймақ. Былай айналып қолғану дегенде менде шында жоқ, өз басым. Өзімнің мінезім сондай. Кімге тартқансыз, апа? Жаратылысыңыз. Қызына тартқан ғой. Қызына тартқан. Немесе керісінше. Менің әкем, апа, кіндік шешем ол сол қаттысын деп отыратын өзіне. Маған сөйтіп. Кеше әкесін айттық, үлкен қызым айтты, наны тастап кетейік десе, тастама дейді баланы. Ананы басқасын тастап Мұраттап кел дейді. Неге? Атам менікі дейді. Арқасын уқалайды, атам менікі аяғына жатады. Ата төкен. Ендіге жа бүкіл автобус шулатады. Мен далаға шығып кетті. Апа, түсінікті. Мен сізді түсіндім. Енді сіз осы жолы өзіңіздің қағидаңызға, жаратылысыңызға қарсы шығыңыз. Енді адам бол. Ешкім саған ұсып та жатқан жоқ. Етіне баспаңыздар. Сенің адам болған бізге де жақсы. Шынан бетіміз ашық болады ғой. Мен мысалы таппадым. Содан кейін сендеге бір түн ұйықтаған жоқпын. Адамды ұят деген ұлтады ғой. Жаттым, түнімен жатым, 2 күн сөйттім. Түнімен жатам, күнімен жатам. Соңын кемді, ай қой, не барай мен. Көременге берейін, тауып беріп атыр, сол жерден табылғандағы мен жылап отам, мейіңі деген сапа. Ят болса, сон күйеуім айттым. Сол жүрек ауырды, әлі қазір үйде жат ауырды. Ай, мен көременге берем дедім. Не дейсің дедім. Үндеген жоқ. Ол үндемеді. Тағы айттым, мен көременге берем, тауып берсін дедім. Өсі айттым. Ана бала, ол бүкіл деутамда 10-15 бала бар шыған, әлі шығып келе жатқан, жеңіске мағым айта берсен, немелерің бар, мына жерінен алып келе берейін ба? Одан көременге бір жота тауға келейін дедім. Өсі айттым, бұл жота бәрін тауға келейін. Апа, жақсы, көремізге хабарласқан екенсіз. Көреміз мақсат мүддеге жетті. Әуелі Алла, одан кейін тілшілердің жұмысы бар. Міне, қызыңыз қасыңызда балбұл жайнап отыр. Ары қарай
біз бақылаймыз. Иә, дұрыс рахмет. Сіз дәнекер боласыз. Қызыңыздың өмірі алда, небәрі 30-дан асқан. Ортада 6 баласы бар. 6 бала ала емес. Бір үйде, бір шаңырақта ананың да, нағашы әженің де, атаның да мейірімін көріп өссін. Ол енді ана Адел апека менен мына уәкілі келіп отыр ғой. Сол қамқорлықты мына осы апасын мен бердім ғой. Сонымен тұра берсін. Сосын саған айтатын ертең барып алып менің балам деп тағы да бір түсінбеушілік болмасын. Осы ананы енді соттың шешімі қандай болатын бір алла біледі, енді өздерің көресіңдер. Бірақ мынаған испытательный срок болу керек кімге. Себебі қамқоршылықты қазір мына ападан алмау керек. Ана 5 баланың да қамқоршылығы осы кісінің қолында болу керек. Алынбайды ғой қамқоршылық. Алынбайды қазірге. Алынбайды қазірге. Сот шешім шығады, сот шешім бұл апаның Иә, қазір көріп отыр. Руслан мырза, бұл жерде былай да, жаңағы неке және отбасы кодексінің 75-ші бабы бар, жаңағы аналық құқықтан айыру деген. Жаңағы ол аналық құқықтан айырудың жаңағы қамына келтіру деген 78-ші бабы бар жаңағы. Ол қайтып келтіруге болады айырғаннан кейін сотпан. Ол баптарда көрсетілген. Енді Жанар, студияның сыртында сізді 3 балаңыз жәутеңдеп күтіп отыр. Қазір біз сізді студиядан қоя береміз. Сіз келіңіз, тұрыңыз. Сіз қазірден бастап, осы студиядан шыққаннан бастап, жанарған жанар болып, балаларыңызбен көңілді шат-шадыман күйде қауышыңызшы. Дайынсыз ба? Мархабат, бара беріңіз. Бүгінге осы сіздермен болған көреміз. Мен Руслан Өтепбай, өте абай болыңыздар. Саламатсыз. Аты жөніңіз? Сағындықова Жанна Дүйсенівна. Қандай шағыммен келдіңіз? Судорога шағыммен келдім. Қашаннан бері бар судороги? Судорога мен уже 2,5-3 жыл болды. Иә, тағы қандай жалобы бар? Осыдан 9,5 жыл болды. Памятім потерять етіп, есім ештеңе сақталмайтын. Авариядан кейін болды ол. Авария қай кезде болды? 2009 жылда болды. 2010 болмай жатып болды. Қатты аварияға ұшырадым. Басыңыздан травма алып едіңіз? Травма алғанда, иә, басым ісіп кетті. Больницаға жатып шыққам. Больницаға жатқанда память потеря деп неғылды, бәз емдеді. Жұмыс істейсіз ба? Немен айналысасыз? Қазір жұмыс істемеймін. Жұмыс істеткізді. Жезөкшелікпен айналыстым. Ол жолға қалай түстіңіз? Қалай айтсам болады, қалай түскенімді. Қалай келдіңіз ол жаққа? Біреу апарды ма, вынуждать етті ма сізді? Жоқ әлде өз еркіңізбен Өз еркімнен бардым деп айта алмаймын. Мен жұмыс іздедім. Мен болса алдап, басында алдады. Қатты алдап неғылды. Алдағанға мен көнген жоқтым басында. Ұрып соқты, қатты ұрды, соқты. Аяқтарымда ісік пайда болды. Құлақ шекемде ісік пайда болды. Кім ұрды сізді сонда? Сутнер ұрды басында. Одан клиенттерден таяқ жедім. Жұмысты жасай алмаған. Өйткені мен ондай жұмыс жасауға келіскен жоқтым. Осы жерге келгенге дейін неше балаңыз болды? Осыға келгенде менде келгенге дейін? Сол келгенге дейін менде 2 бала болды. 2 балаңыз болды. Қалған 4 баланы осы Алматыда туылды ма сонда? Иә. Именно осы жолда жүргеніңізде туылды, солай ма? Осы жолмен танысқан адамда бар, ашық айтқанда. Қазір ешкіммен тұрмайсыз? Ешкіммен тұрмаймын. Ұзақ жылдар бойы дәрігердің бақылауында болмадым деген келіншекті ақ халаттылардың алдына апардық. Тағдырдан теперіш көріп тәубесіне келген көп балалы ана арнайы орталықта ем алып, дәрігерлер қарамағында біраз уақытқа қалды. Біраз нәрселерді анықтадық. Әлі де жұмыс жасау керек. Келіншектің өте өмір жолының қиын болғаны көрініп тұр. Сенімсіздік, сондай бір шарасыздық сезімі басым бұл келіншекте. Ары қарай әрине жұмыс жасаймыз. Бірнеше дәрігерлер қарайды, тексереді, емдейді, сосын барып жаңағы бір қорытынды шығаруға болады. Өткен өміріне бұрылып қарамасқа серт берген әйел
жаңарған жанарға айналуға бар күшін салатынын жеткізді. Алтау ала болмай қарт ана жиендерімен, ал балалар анасымен бақытты болса игі.